Қайырлы күн, достар. Бүгін бізде мукбангқа пельмени кішкентай қапты. И және де жареная картошка. Оған кисло-сладкий соус. Еще майонез пельмениге. И компот. Компот и нан. Ага. Так. И компот. Қолдың компоты. Да, матерский. И нан обязательно. Хотя бы бір кусок, чтобы майыл болып кетіп жатқан болса. Так, маған ас болсын. Мен бүгін жалғыз емеспін. Менде бүгін тағы бір мукбангер бар. Ана жақта өзі жеп отыр. Так. Бисмиллах. Ойлаған бүгін пельменнен түсірем ба деп. Сөйтсем пельмени аз қалыпты. Sonra картошка қасына қуырдым. Картошканы аламыз, кисло-сладкий соус. Звук шығарма деген есімнен шығып кете береді мен. Бірақ тамақ жеген кезде қалай эмоцияңды білдірмейсің деймін да. Бүгін қызыммен жүріп бәрін ұмытып кетіппін. Огурцы да әкелмеген, перчик те әкелмеген. Прям күшті, но прям бөтен звуктарға мән бермеңіздер. Бүгін менде сондай болады. Қарайтын ешкім жоқ. Ұйықтатып едім, тұрып кетті. Нан. Прям жешкий. Мадина. Ойлап қалмаңыздар, бәрін өзім жеп жатыр деп. Пельмень картошкасын салып, картошканың қасына кішкене кетчупын қосып, бутылкасына компот құйып, бәрін дайындап қойғам. Үйде ешкім жоқ қарайтын. Мама мен күйеуім базарға кетті. Қазір тамақ ішіп аламыз. Содан кейін барып шомылдырып, 5-ке бөліп ұйықтатамын. Короче, мен диета деп айтып, диетам бәрі қалды. Хорошо, детка.
мына соуспенші прям мына картошка бар ғой, күшті кетеді. Мына соус анау баклажан дайындайтын, одан кейін барып крылышки дайындайды ғой соусқа. Сол соусқа. Күшті. Бүгінгі тамақ калорийный болғаннан кейін осы менде завтрак, обед и ужин болады. Қазір видео түсіргенге қол тимей жүр, бірақ сонда да стараться етіп жүрмін. Таңғазында 6-та тұрып түсіріп жүрмін. Арасында болып қалады сондай. Пельмень. Аппетит жақсы, Аллаға шүкір. Менде қазір 800 адам болып та 800 адам болып тұр. Монетизацияға әлі қосылған жоқпын. Қорқақ. Тура мен сияқты қорқақ. Өзі ана жаққа дейін жүгіріп барады, еще дірілдеп келеді ғой. Өзім қанша жедім. Тойдым мен. Так, компот ішеміз. Прям күшті кетті. Сонымен бізде бүгінгі видеолардың бәрі осы. Видеоны жиі салып тұруға тырысам. Сіздерден лайк болсын, комментарий болсын. Одан кейін сразу жаман комментарий жазатын кісілерге айтам. Сіздің комментарийіңізді жалғыз сіз ғана көрмейсіз, жалғыз мен көрмеймін. Оны бүкіл мен видеомды көретін адамдар көреді. Сол үшін кішкене өздеріңіздің ұяттарыңызды біліп, слишком